Факт-чекингнің тиімсіз болуына ықпал ететін себептердің бірі медианың кері әсер ету эффектісі деп аталатын психологиялық феномен. Оны бумеранг эффектісі немесе backfire эффект деп атайды. Яғни адамдар көбіне өздерінің пікірмен сәйкес келетін фактілерге сенеді, ал пікіріне қарсы ойлар жоққа шығарса, тіпті сенімі күшейе түседі. Мұның нақты не екенін қарапайым сөзбен түсіндіріп көрейік. Бұл феномен туралы 2010 жылы америкалық профессорлар Брэндон Найн мен Джейсон Рейфлер жүргізген зерттеуден кейін айтыла бастады. Онда осы эффектіге бірнеше тәжірибе жасалып бақыланған. Кейін бұл зерттеу басқа ондаған материалда сөз болғанымен, Найн мен Рейфлердің өзі феноменнің бар екені туралы мүлдем ештеңе айтпайды. Сонымен, кері әсер ету эффектісі бар ма? Ағылшындық Full Fact Fact-Checking ұйымының айтуынша, кері әсер ету эффектісі даулы тақырыптар кезінде байқалған. Бұған адамдардың зерттеуге дейін қалыптасып қойған пікірі себеп болған. Мәселен, Райан мен Рейфлер эксперименттерінің бірінде Америка әскерінің Иракқа басып кіруі туралы айтылады. Кері әсер ету эффектісі консерватив көзқарастағы қатысушыларда байқалған. Олар Ирак аумағында жаппай қырып жою қаруы жоқ екені туралы орталық барлау басқармасы ұсынған есепке қарамастан мынадай пікірмен келіскен. ақш басып кірмес бұрын Иракта жаппай қырып жою қаруы болды, бірақ оны тығып қойды, немесе Саддам Хусейн жойып жіберді. Тағы бір басқа зерттеуде осы пікірдің жеңілдетілген түрін профессорлар Томас Вуд пен Итан Портерді қолданған. Ол жерде қатысушыларға былай делінген. 2003 жылы Иракқа басып кіргеннен кейін америкалық әскер жаппай қырып жою қаруын таппады. Бұл жолы қатысушылар арасында кері әсер ету эффектісі байқалмаған. Сонда кімге сенуіміз керек? Ол үшін зерттеудің қалай өткеніне назар аударайық. Найн мен Рейфлердің Ирактағы жаппай қырып жою қаруы туралы экспериментіне 200-ге жуық адам қатысқан. Олардың бәрі студенттер еді. Ал Вуд пен Портердің сауалнамасына Mechanical Turk жүйесі арқылы 10 мыңнан аса америкалық қатысқан. Сол себепті Найн мен Рейфлердің шешімі нақты емес деуге болады. Келесі зерттеулерде эксперименттердің нәтижелері бірдей болмаған. Мысалы 2016 жылғы сайлау науқаны кезінде жүргізілген Рейфлер, Найн, Портер және Вудтың бірлескен жұмыстарында қатысушыларға Дональд Трамптың зорлық-зомбылықтың өсуі және жұмыс күшінің ақш-тан Мексикаға кетуі туралы мәлімдемелері тиісті факт-чектермен қоса берілген. Трамп пен Клинтон жақтастары арасындағы тақырыпқа қатысты қате пікірі азайды, бірақ қатысушылардың Трампқа деген көзқарасы өзгерген жоқ. Қорытындылай келе, Full Fact пікірінше факт-чекинг тиімді, бірақ мынаған назар аудару керек. Факт-чекті қалай тиімдірек ету керегін түсіну қажет. Сондай-ақ белгілі бір адамның саяси көзқарасы, діни нанымдық сенімі, объектив ақпаратқа қаншалықты әсер ететінін ұғыну қажет.